Мен қызым тасып Қазір мына сіздер қымыз деп алып ішіп жүрген қымыздардың басым бөлігі бұлар қымыз емес, бұлар спирттік ішімдіктер. Неге? Себебі көп жағдайда бұндай қымыздар әдейі адамды масайту мақсатында жасалып өндіріледі. Өкінішке қарай қазіргі таңда анау азғындыққа күнәлі іске алып баратын түрлі өнімдер, түрлі амалдар әртүрлі жолдармен, жеңілдетілген жолдармен халыққа ұсынылуда. Сондықтан да осындай қымыздарды алатын кезде өте мұқият болу керек. Бұлар қымыз емес, бұлар спирттік ішімдіктер. Бізде шариғатымызда қағида бар, егер де қандай да бір ішімдіктің құрамында спирт болатын болса, және де осы ішімдікке адамдар үйір болатын болса, пасықтар үйір болатын болса, бұндай ішімдіктерді ішуге шариғат қатаң түрде тыйым салады. Тұтынып жүрген заттардың басым бөлігінің негізінде өзінде спирт бар. Бұл спирттер бірақ қолдан жасалған жоқ. Өзі ашытылу нәтижесінде түрлі бір өзгеріске ұшырау нәтижесінде құрамында спирт пайда болады. Ал мына сіздер ішіп жүрген қымыздардың басым бөлігі адамдарды әдейі масайту мақсатында жасалып өндірілуде. Сондықтан да қымызды сатып алатын кезде сыртында КМДБ, яғни халалдану белгісі бар қымыздарды мүмкіндігінше алып тұтынған дұрыс. Неге? Себебі халалдану қазіргі таңда мұсылмандардың адал ас ішуіне өте бір өздерінің мойнына жауапкершілік алып, мұсылмандардың жағдайын жеңілдетуде.